Армысыздар, құрметті оқырмандар, достарымыз, құрметті кітапсүйер қауым. Бүгін сіздерге қазақтың тұңғыш романы Абай жолы эпопеясы жайында әлемдік деңгейдегі шығарма атты әңгіме қозғамақпыз. Мұхтар Әуезовтың Абай жолы тарихи романдар топтамасы қазақтың тұңғыш эпопеясы. Бұл эпопеяның Абай атанған алғашқы 2 кітабына КСРО мемлекеттік сыйлығы, Абай жолының тұтас 4 томна Лениндік сыйлық берілген. Дүниежүзілік халықтарының 116 еліне аударылған. Абай жолының бас кейіпкері Абай. Біз ақынның өмірінің 50 жылына айғақ боламыз. Абай арқылы өткен ғасырдың екінші жартысындағы және осы ғасырдың басындағы бүкіл халық тіршілігін, оны көп бұралған тағдырын, ой арманын, күре тартысын, бәрін түгел шарлап өтеміз. Ендеше әлемдік деңгейдегі шығарма атты әңгімемізге назар аударыңыздар. Абай болса шаңырақ, сен көтерген оң, көрік берген еліме көтерілген туын деп, Абырайым айтқандай, Абай жолы романының жаны мен жүрегі Абай тұлғасы. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қасқабұлақ жайлауында дүниеге келген. Ата-анаға көз қуаныш, алдына алған еркесі деп, ұлы ақынның өзі жырлағандай, жас шағында 2 анаға, яғни Ұлжан мен Айғызға тел жанасып өсіп, телқара атанған балалықтың хан базар барша қызығын ол да армансыз кешіп өткен. Эпопеяның басында Абай өзін қоршаған дүниеге кіршіксіз сәби сезіммен, кінәсіз бала көзімен қарайды. Біз қаладан далаға асыққан бала шәкірттің бір белден асып, екінші белдің өріне қарай тоқтамай, жарысынан ақ оның келешекке шығатын бел-белестерін аңғарамыз. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтық балы соқтасыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Абай болашақ ұрпаққа сөзін осылай арнады. Бұл өткеннің құлазыған ғасырларының өзіне беймалым, басқа бір жарқын болашаққа сенімді түрде жол салған ақынның айтқан сөзі еді. Қазақ әдебиетінің тарихындағы дала тағдырын мұхит тектес тереңдікпен толғаған Абай жолы романының эпопеясының авторы Мұхтар Әуезовтың көпке дейін, дәлірек айтқанда 40-тың үстіне шыққанша, бұл қызының өмірі, туған өскен ортасы туралы шығарма жазу жоспары болмаған ескерткені бар. Абай заманның сан салалы сырларын, дәуірдің қат-қабат тартыстарын, дәлді оқиғалар, аңыз әңгімелерді, даланың жезқандай ескі көз, құйма құлақ адамдарды, кейде саф таза күйінде, кейде мың құбылтып жеткізген болатын. Жазушы алғашқы шығармаларында өмір мен өлімді қатар негіз алып, екеуін де тең күйде бейнелейді. 20-шы жылдардағы жас Әуезов әңгіме повестерінің көп адамдарының еріксіз ажалдарымен, өліммен аяқталады. Бұл енді тарих сахнасынан кетіп бара жатқан кешегі көшпелі өркениеттің мерт болу деген идеямен сабақтас көркем ой. Осы сарынның тереңдеген тосқыны Абай жолы эпопеясының басынан аяғына дейін ыңыранып ағып жатыр. Қодар мен Қамқаның зорлықпен жасалған қанды өлімі, намыстан күйіп кеткен бөжейдің кетті өлімі, ауыр сырқаттан көктей қиылған Әбіштің аянышты өлімі, асарын асап, жасарын жасап, ұрпағын өсіріп болған Зеренің разы өлімі, қатыгез тас жүрек ру басыларының құрбандығына шалынған титтей Кәмшаттың ащы өлімі, кезінде қылшыннан қан тамған Құнанбайдың шымылдық артындағы Соқлақ Нәжат өлімі, ең ақырында халқының ары мен ұяты, жаны мен сыры, өлеңі мен өні болған Данабайдың трагедиялық өлімі бар. Ұлы жазушының бас шығармасында бейнелеген негізгі тартыс әділет пен зорлық, тұтастық пен алауыздық, білім мен надандық, махаббет пен ғадауат майданында түптің түбінде жарқын өмірдің нұр сәулесінің береке бірліктің жеңетінін мадақтаған, өзі құлай сүйіп, сол жолға барлық қайрат жігерін, өр талантын, сапалы ғұмырын арнаған қазақ халқының өрісті келешегі мәңгілік деген асқақ армандары үміттің оты мазданып тұр. Осылайша Абай жолы романы арқылы қазіргі қазақ прозасы күллі дүние жүзі әдеби классиканың шырқау шыңына жетті. Назарларыңызға рахмет.